Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін жастайдың қазысын айналдыратын боламыз. Таза жуылған аш ішек, әбден тұзды сумен жақсылап қайта жуып тазартып қойдық. Енді біз мына қазының кішкене кеңісін, бір жағынан ішіндегі анау қалған нәрсені, ес болуы мүмкін, алып шығу үшін осылай пиязды ашып, осылай ішектің арасынан өткізіп аламыз. Бір пияз егер сыйып жатса, екі пиязда айналдырып өткізіп алыңыздар. Сол кезде ішектің арасында ешқандай иіс те болмайды. Қанша тазартылып жуса да, бір жағынан қазір етті айналдырған кезде ішекке тез айналатын болады. Ішегіміз толығымен дайын. Енді етімізді дайындап алайық. Қазыны осылайынан стейк қылып кесіп алдық. Үлкен қусық. Қазының майының енін көріңіздер. Жастай болғанменен бір жерлерде үшейлі қазысы бар. Енді осы үлкен кусокты маринадтап, тұздап алатын боламыз. Ол үшін біз кәдімгі тұзбенен қара бұрышты араластырып алдық. Чеснок қоссаңыздар болады. Және осылайынан молынан төрт жағынан да аунатып аламыз. Бұрышты тұзымызға аунатып аламыз. Көп болады деп қорықпаңыздар. Негізінде ет өзіне керегін ғана алады. Әр бөлікті өйстіп айналдырып алатын боламыз. Етімізге тұзымыз, бұрышымыз әдемі сіңетін болады. Және өзінің бабына келіп, кептіріліп, сүріліп, етке қосып асып жеген кезде өзіндік керемет бір дәмін беретін болады. Осы бұрышты тұзға аунатып алған етімізді бір жарты сағатқа мариновать етуге қойып қоямыз. Енді етімізді ішектің ыңғайына қарай ұзынша кесіп, бірі май, бірін ет қылып, ыңғайлап алып, ішекке айналдыра бастаймыз. Ішекке айналдыру негізінде қиын емес. Барлық етімізді осы ішекке айналдырып шығамыз аяғына дейін. Шіркін, осы ет асқанда қазақтың етіне жететін тағам бар ма? Және жылқының етін асқанда қазысын, қартасын, жалжаясын қосып асқанға не жетсін? Сондықтан да мал сойған кезде қолдан өйстіп қазыны айналдырып алып, сүрлеп сақтағанға және оны етке асқанға жететін тағам жоқ шығар. Дәл осы тәртіппен барлық қазымызды айналдырып алдық. Енді ары қарай кептіріп, жайып, шетінен тамаққа қосып отыруға Алла тағала тек жақсы күндері бала-шағамызбен жеп отыруға нәсіп етсін. Осы видео ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Пікірлеріңіз маған маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.